Assalamualaikum, barchaga xayrlı gün. Bugün daha 250 koptuk Xitaylık mototsiklдің жөнделуі бізде май жеп кетті. Соны енді кольцосын поршнін ауыстыру. Сіздерге айта кетейін деген осы. Негізі білетіндер білетін бар, білмейтіндерге көрсетіп жіберейін дегенім ғой. Поршнның кольцлерін қалай салып жүру керек, бағытын айтып, өзімізді біреуден үйренеміз, өзіміздің білгенімізді біреуге айтқан жақсы ғой деп жатқаным ғой енді. Енді мынау 3 канавкасы бар ғой, енді астыңғы канавкасы енді майдікі. Жаңа оның екі несі бар ғой, 3 ортасындағы пружин сияқты, сосын екі жағында екі кольц тұрады. Енді мен айта кетейін деген жайым, астында кольцның екеуін бүйтіп қысып қарап жүрген жақсы да. Қай жаққа eğilip тұр, жоғарыға eğilip тұр, соны үстіне қаратып жүру. Үстіңгі жағына саламыз, үстіне қаратып, eğilip тұрған жағын үстіне қаратып. Енді бұлай айналдырғанда да бәрі ғой, бірақ егер бұны бүйтіп салатын болсам, бұны астына қаратып жүрген жақсы, астына салып жүрген. Иілген бағытының ғой, иілген бағытына қарай саласыз ғой. Бұдан бұлай. Маған салон қайсы болып тұр, бүйтіп иілген үстіне қаратып салам енді мен. Так, екінші бізде, екінші кольца съемный мынау. Жаза бар, STD дейтін, соны жоғарға қаратып салып жібереміз. Қара, бұл ортада тұрады. Содан кейін жылтыр үшінші кольца. Осы кольцаны үшінші жоғарға қаратып саламыз. Жоғарға қаратып оны ең үстіне саламыз. Осы сіздерге айта кетейін деген жайт. Қалғандарына ары қарай тағы да айтатындар болса түсірем ғой. Баршаңызға назарларыңа рахмет. Істеріңіз оңынан болсын. Сәттілік баршаңызға.